Сәлеметсіздер ме балалар, бізде жаратылыстану сабағы. Бүгін өтетін сабақтың тақырыбы дыбысты бәсеңдетуге бола ма? Бүгін өтетін сабақтың мақсаты жарықтың шағылуы, жұтылуы сияқты қасиеттерін зерттеу және түсіндіру. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық жасайық. Қуанамын менде, қуанасың сенде. Қуанайық достарым арайлы батқан күнге. Оқушылар, сұрақ-жауап әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеріп алайық. Дыбыстың шағылуы мен жарықтың шағылуының ұқсастығы бар ма? Айырмашылығы неде? Дыбыстың шағылуынан тауда қандай құбылыс болады? Оқушылар, оқулықта бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қарап бөлмелерді сипатта. Бөлменің қайсында дыбыс жаңғырады? Неліктен? Қай бөлмеде дыбыс құлаққа жағымды естіледі? Неліктен? Дыбыстың толқындарының тағы бір қасиеті жұтылу. Жұмсақ жиһазы бар кілем төселген немесе қабырғасы мен едені арнайы дыбыс жұтатын материалмен қапталған бөлмеде дыбыс толқыны жақсы жұтылады. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық. Оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бір тынығып алайық. Оқушылар, бүгін біз дыбыстың қаттылығы қалай бәсеңдетуге болады тақырыбында зерттеу жұмысын жасайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: сағат, сүлгі, телефон, металл түтік, кішкентай жастықша. Мына заттар бізге таныс па? Осы заттар пайдалану барысында нені түсіндік? Дыбыстың өмірде пайдасы мен зияны бар ма? Дыбыстың шағылуы мен жұтылуын қайда пайдалануға болады? Дыбыстың жұтылуын әртүрлі жағдайларға қолданады. Мысалы, құрылыста, зауытта, сондай-ақ адам жиналатын қоғамдық орында шуды бәсеңдету үшін пайдаланылады. Қуатты станоктар мен жұмыс істейтін өндіріс орындарының ішкі қабырғасын арнайы дыбыс жұтқыш материалмен қаптайды. Бұл адамдардың жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасайды. Оқушылар, сендердің алдарына смайликтер таратылған. Бүгінгі сабағымызды осы смайликтер арқылы қорытындылайтын боласыздар.